Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 ай ет жеген емес. 3 ай. Ет емес, тамақ жеген емес. Айша енеміз айтады разиаллаху анха. 3 ай өтіп кетеді еле, мауырдан түтін шықпайды еле, қазанға от жағылбайды еле, тамақ пішпайды еле деген сөз. 3 ай. Біз алып бомждар андай емес. 3 күн бұларды құрсақ ашқа өтпейді. Біз неге дағы мына еме қыламыз? Аңқолонып, ыйлап, жақсы емес болчу. Пайғамбар саллаллаху Айша өзі сұрады, ошол кезде қанша жайдыңдар деді. Қазанға тамақ, қазанға от жағылып алса, тамақ пішпаса, алал асвадайн, екі қара нәрседе. Қарандай су, қара құрма. Құрма мененле, су мененле 3 ай жашашты, уырлыққа барған жоқ қой. Тополон шығады көшеде тиремчілік қылған жоқ қой. Жол болса дағы митингке шығып тополон қылған жоқ қой. Мисалы, мен ашқа қалдым деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үйретіп қойды. Қаниет улы балулық, улы байлық. Егерде елімізде қаниет келе тұрған болса, бүгін Құдаға шүкір. Ушундай жашоодан налый тұрған болса, Құдай сақтасын. Кембағал болып, әверін сақтаған бұл жақшы, бай болып, әверін төгіп қор болғаннан көрі.